Қайырлы күн, ханымдар мен мырзалар. Қайырлы күн, конгресске қатысушылар. Бүгін мен парламент сенатының төрағасы Мәулен Сағатханұлы Әшімбаевтың сіздерге арналған құттықтауын жолдағалы отырмын, рұқсат етсеңіздер. Құрметті конгресске қатысушылар, сіздерді әйелдердің саяси көшбасшылығы және гендерлік теңдік жөніндегі бірінші ұлттық конгрестің ашылуымен шын жүректен құттықтаймын. Бұл қазақстандық әйелдердің саясатқа қатысуын кеңейтуге және олардың лидерлік әлеуетін арттыруға ықпал ететін бірегей бастама. Қазіргі таңда мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаевтың қолдауымен елімізде гендерлік теңдікті сақтауға, әйелдер құқығын қорғауға және отбасы құндылықтарын нығайтуға айрықша мән беріліп келеді. Әйелдердің қоғамдағы экономикалық және саяси ұстанымдарын қолдау, сондай-ақ бұл саладағы халықаралық міндеттемелерді сапалы орындау ісі де әрдайым басты назарда. Осындай кешенді көзқарастың нәтижесінде соңғы жылдарда тиісті заңнамалық жұмыстар қолға алынып, қажетті құқықтық нормалар қабылданды. Алдағы уақытта да парламент бұл бағытта қызметін жүйелі жалғастыра беретін болады. Бүгінгі конгрессті қазіргідей цифрлық өзгерістер дәуірінде жаңа мүмкіндіктерге жол ашатын маңызды қадам деп есептеймін. Және Қазақстандық әйелдердің мүддесін көздейтін жасампаз бастаманы қолға алған үшін іс-шараны ұйымдастырушыларға алғысымызды білдіреміз. Алдағы уақытта бұл бастама саланы ілгерілетуге тың серпін беретін тиімді алаңға айналады деп сенеміз. Конгресс жұмысына сәттілік және барлық қатысушыға зор денсаулық тілеймін. Құрметпен Қазақстан Республикасы парламенті сенатының төрағасы Мәулен Әшімбаев. Құрметті конгресске қатысушылар, барлықтарыңызға жұмысқа сәттілік, міндетті түрде жақсы бастамалар қолға алынады деп сенеміз. Рахмет. Үлкен рахмет, Асема Каларбаевна, мына жерге отырыңыз. Үлкен рахмет. Сенат парламенті өзінің міндетін атқару жолында әйел азаматшыларына көңіл бөлетініне біз сенімдіміз, және көп әйелдер нағыз әйелдердің іскерлік жұмыстарына қатысып, бүгінгі күнде көмек жасап жатқанын көріп отырмыз. Осы ертең реформа болса да, Сенат пен мәжілістің күші бірігіп, әйелдердің атсалысына нақты күш беретініне сенімдік білдіреміз.